Қайырлы күн, құрметті достар. Мен сіздерге бүгін LeafWorksheets'тің жаңа форматын көрсетейін деп отырмын. Жаңа форматта обновление болған екен бұл жерде. Қазір міне бастапқы бетіне өтейік. Interactive Worksheets деп барлығы осылай тұрады. Сайтты отойды бәрін жаңартқан екен. Енді бұл жерде қазір Worksheets деген бөлімге кіретін болсақ, мына жақтан іздеуге болады, search деп. Белгілі бір тақырыпта өзіңізге worksheets деп тауып алсаңыз болады. Мына жерде қытайша, ағылшынша, басқа тілдерде, көп тілде. Мұнда барлығы осы жерде жаңағы жұмыс жасайтын worksheets'тарды жасайды екен негізі. Енді маған не істеу керек? Маған жаңа worksheets жасау керек, маған сол керек. Міне my dashboard дегенге кірсеңіздер, my workbooks деп тұрады, my students дейді. Мына жерде create деген тұрады, міне көрдіңіздер ме? Create my worksheets или my workbooks или my class, my school деп тұр. Яғни өздеріңіз мектеп немесе сыныпты создавать етіп, сол жерге балаларды қоссаңыздар болады. My workbooks дегенге жаңағы кітап сияқты тапсырмаларды жасап, көп беттік тапсырмаларды жасап қойсаңыз болады. Оқушыңыз күнде осыған кіріп, өзі жасауына болады. Негізі бұл интерактивный платформаға да кіреді негізі. Содан үй тапсырмасын беруге болады, немесе почтадан қарауға болады. Communicate деген жаңағы сол балаларды қосып, балалардан келген уведомленияларды көріп отыруға болады. Міне сосын мына жерде жаңағы поддержкалар бар, сұрақтар бір нәрселер болса, инструкциясы бар. Енді біз қазір create деп, my worksheets деп кірейгенде. Бұл жерде міне менің бұрын жасаған тапсырмам тұр. Енді маған жаңа қосу керек. Add worksheets дегенді басасыздар. Маған жаңа тапсырма қосу керек. Енді осы жерде create worksheets деп тұрады. Рекламалары көп екен, негізі маған сол ұнамады. Ең біріншісінде edit images and info деп тұр. Яғни бұл жерде информация, жаңа суреттерді қойып аласыздар. Мына жерде қандай сурет қою керек? Мына жақта енді бұрын LeafWorksheets'та жаңағы PowerPoint-ті қабылдайды, қазір PowerPoint-ті қабылдамайды екен, тек қана сурет қабылдайды екен. Сол үшін мына жерге суретті таңдау керек енді. Выбрать файл деп. Бұрынғыдай уже PowerPoint қабылдамайтын болу керек. Так, енді мен қазір бір сурет тауып алайын. Тапсырмасын сол сурет күйінде жасап қоясыздар ғой. Болмаса жаңағы интернеттен скачать етіп алсаңыздар да болады, дайын worksheets'ті или дайын тапсырманы. Давайте мұны ала салайық примерно, Осыдан жасап көрейік. Міне осылай шығады. Содан save дегенді басамыз. Осы таңдалып тұр ғой, осы таңдалып тұрған бойынша мыналарды егерде тағы да қосу керек болса, қосасыздар. Insert деген басу керек, сонда міне біздің тапсырмамыз осылай шығады. Мынандай болып шыққанына қорықпаңыздар, ол кейін ашылады өз сайтта. Содан ары қарай уже title темасын жазу керек. Енді алдындағыдай smartphones 2 деп жазсайын, примерно сіздерге түсінікті болу үшін. Мұнда өзіңіздің жаңағы қалай айтса болады, тапсырманы жазып қойсаңыз болады. Read the text and бірдеңе fill in the gaps деген сияқты. Мысалға міне өстіп жазып қояқ қазір. Read the text деп жазып қояқ. Сосын student language English деп белгілейсіздер. English, subject тоже English language деп шығады өзі. Main content тоже English дей салақ. Reading comprehension дейді, spoken English, use of English дей салақ. Сосын other contents тоже басқа бірдеңелер кірсе ішіне жазасыз. Так, level 7 дей салайық примерно. PDF, download, no. Бізге PDF керек жоқ, Или сіздерге керек болып қалса, yes деп бассаңыз. Содан жасын тоже жазасыздар. Жасы примерно 12 жастан 13 жасқа дейін дей салайық. Тоже жастарында жазу керек. Сосын приватный ма, ешкімге көрсеткіңіз келмей ма, өзіңіз ғана пайдаланғыңыз келе ма, онда private деген белгілейсіз. Болмаса public деген белгілесеңіз, публичный болады. Яғни оны сіздің жұмысыңызды бәрі пайдалана береді, ашып.
міне осы ары қарай басасыздар. Сосын енді edit elements дегенге келдік. Екінші міне предварительный просмотр мынау бізде. Міне бағанағы тапсырмамыз. Енді осы жерге мысалға бір-біріне сәйкестендіру деген қажет болса, міне сол жағында міне мынандай тұрады. Текст field, бір текст қою керек болса, мынаның қасына бір нәрсе жазу керек болса, single choice, яғни біреуін таңдау, мына жерде мынандай не ашылады. Осыны любой жерге, любой сөзге, мысалы bloom деген сөзге қойса, или таксономиясының или етістіктер деген сөзге бүйтіп қойып қойсаңыздар, и мына жерге ручканы басу арқылы сөз жазасыз, enter text. Бұл осы жерді басқанда жаңағы варианттар шығады ғой. Так, сосын checkboxes дейді. Дұрыс емес деген сияқты қойдым. Сосын select тоже таңдалатын. Мысалға бірнеше жауабы бар нелер болса, тесттер міне A-ға мынаны қойып қоясыз, копировать дейсіз, мынаны B-ға қоясыз. Сосын мына ручканы басу арқылы natural answer емес, good answer или wrong answer, дұрыс емес деген сияқты таңдау керек. Good answer десеңіз, ол дұрыс жасыл жанады. Wrong answer десеңіз, қызыл жанады ғой, кейін бала неткен кезде, таңдаған кезде. Мына рекламаны жауып тастайыншы. Так, сосын word search, яғни сөзді іздеу. Мынаны қазір ручканы басып, мынандай болмаған енді бұрын. Бірақ дайын, жақсы болыпты. Бұрын ана drag and drop, drag 1, drag 2, drop 1, drop 2 деп бәріне жазып шығушы еді каждый несіне. Number of columns, мына жерге неше не болу керек, көлденеңнен, тігінен, қанша колонға, қанша не болу керек, соны жазу керек қойдым. 2-де 3 деп жазып көрші, міне осындай шығады деген көрінеді ме? Енді мына жерге не істеу керек, сөз жазу керек қойдым. Мында сөзді іздеу керек, походу. Енді speak, мына жерге яғни айтатын. Ол өзі осы нені басу арқылы сөзді айтады. Сөз дұрыс айтылды ма, айтылмады ма, соны тексереді. Соны drag деген жаңағы апаратын. Бүйтіп сөздерді апарады. Апарып қояды бір жерге ше. Мына сөзді белгілеп қойсаңыз, осы reading деген сөз үстінде тұрады. Reading-ні әкеп мында қояды, writing-нің қасына. Сосын join, бір-біріне ол сәйкестендіру. Мында біреу сәйкестендіріп қоясыз. Міне ручканы бассаңыз, мынандай шығады. Сөзді жазу керек. Play MP3, тыңдалымды қосу үшін. Так, тағы не бар? Boost value дейді. Бұл не екен? Соны айтып тұрмын, бұрын мандай болмаған, ручканы басу арқылы. Enter the value дейді. Нәсеге бір нәрсе жазайғанда. Open answer, өздері жауап беретін ашық нелер, сұрақтар. Сосын simple text, жағына текст қою, listening, тыңдалымға қойға болады екен. И мында ссылкаларды қойға болады. Link, мына жерге жаңа копировать, ставить жасап әкеліп, мына ссылкасын қоясыз. Сосын PowerPoint. Мында PowerPoint-ті бұлай бөлек қойға болады екен. Оказывается. Сосын YouTube Player. YouTube-ті тоже мына жерге қосып қойға болады екен, көрдіңіздер ме? Мына ручканы басу арқылы мында URL-ін жазасыз. Сонда YouTube қосылып кетеді. Мен сіздерге көрсетейін деген болса, енді осымен бір жұмыс жасап көрсетуге болады. Негізі осы жерде Save and View дегенді бассаңыздар, жаңағы жұмыс сақталады. Енді мұнан бәрі қосылып тұрғаннан кейін шығар. Дұрыс жасалмады деп, мұнан бәрін алып тастайық қазір. Неге сақталмай тұр, енді бір нәрсе дұрыс жасалмай тұр ғой деймін. Бәрін қазір алып тастайық. Енді сақтап көрейік. Сразу сақталып кетуші еді. Мен бәрін пустой жасап тұрмын ба.
Міне мен бағана сақтай алмай отырғанды сақтадым. Обновить етпесем ана өзі қатқапты да сайт. Міне осындай бізде жұмыс шықты. Енді примерно мен ала салдым любой суретті. Енді қай жерде бізде тапсырма еді. Примерно мына жерде болатын. Мына жерде жасайды да финиш дегенді басу керек. Мына жақта негізі шығып тұру керек еді. Бағана мен жасағандарым. Егер де бір нәрсе дұрыс болмай қалса, осы жерден edit деп жаңаға қайтадан edit images дегенге қайтадан кірсеңіздер болады. Немесе elements деп тұрады, соған кірсеңіздер болады. Мен осы жерде бір нәрсені дұрыс жасаман. Мысалы select дегенді қойып шығайық мына жерге. Тура осы мынаның размерін еще кішірейтіп, үлкейтуге болады негізі. Сосын мында бүйтіп мына жерде жауабын good answer деп сақтаймыз да, мынаны bad answer деп, wrong answer деп сақтай саламыз. И осы жерге нетейік. Save and view деп жасап көрейік. Міне, енді шығады. Енді шығу керек екеу. Астыңғы жақта, міне. Балалар сонда мынаны белгілейді да, екеуін біреуін. Finish дегенді басады. Finish'тен кейін check my answers десе жауабы шығады. Жауабы жоғары жағында шығып тұрады. 10-нан 0 деп тұр, көрдіңіздер ме? Жоғары жағында шығып тұрады. Мынау жасыл, қызыл жанып тұрады. Обязательно wrong answers сондайларды көру керек негізі. Сондайларды жазу керек. Мына жерде Google Classroom-ға жібере аласыз. Егер сізде Google Classroom-да оқушыларыңыз тұрса, Microsoft Teams-ға жіберуге болады. Facebook, Pinterest, Twitter, Pinterest, Facebook үшін қолданбаймын. WhatsApp-ға жіберуге болады. И download PDF деп тұрады. PDF-ті скачать етіп алуға болады.